Ал қош келдіңіздер, қош көрдік. Әбділда әкеміздің, Құндызай анамыздың шашбауын көтеріп келіп жатқан қадамдарыңыз құтты болсын. Ал әке, ана сіздерге жеке берем. Қазір енді осы шашбауыңызды көтеріп келген бірінші ағаймен қысқан сұқа танысып алып барып ақ тілектеріңізді тыңдайықшы. Құтты болсын әбеке. Өзіңізге риза болып тұрмын мен. Киімін ауыстырады, дүниесін ауыстырады, бірақ бұл кісі тамадасын ауыстырмайды. Алла қаласа әбекеңнің 3-ші келіннің тойын мен басқарып тұрмын. Ал енді осы 3-ші келінді алуға құдаларды бастап келдіңіз. Әрдайым бастап келіңіз. Қуаныштың жастығын жастап келіңіз. Бүгін міне қыз ұзатуға таяқ ұстап келдіңіз ғой. Келесі тойыңызға таяғыңыз тастап беріңіз. Деніңіз сол, бұрынғыдай билеп жүргеніңізді қалап жатырсыз. Қуанышыңыз құтты болсын. Тойда боласың. Өздеріңізден қыз алғанға қатты қуанып жатырмыз деп жатырға. Өйткені таныс ел. Мына ұл қыз өмірге келгеннен бері құдам құрдасымдай бола ма екен, құдағиым сырласымдай бола ма екен деп жатса тұрса уайымдайтын осы ата-ана. Міне, сіздердің қыздарыңызды алып жатыр. Бұл кісілердің тәжірибесі бар ғой. Сіздер келін емес, тек қыз тәрбиеледіңіздер. Енді сол қыздарыңызды алып, келін тәрбиелеп алу ол өздерінің міндеті екен, бұл кісілер жақсы түсініп тұр. Сондықтан құда қызымды жылатпа, құдағи қызымды жылатпа деп тапсыра берудің өзі артық қой деп анамыз айтып жатыр. Ең бастысы қыздарыңызды құдай жылатпасын. Құдай жылатса, мынау алаша елі де, әлімбет елі де жабылып жүріп жұбата алмай қалады. Балаларыңызды құдай жылатпасын. Бақытты болсын. Мынау 12 жылдан бері той басқарып жүріп, талай той көреміз. Бір-бірімен төс қастыруға араланатын құдалардың тойын басқардық. Ал қызыңа тілек айт деп шешесіне микрофон берсең қарап тұрып, қызым, біреу келсе маған айт дейтін шешелер көрдік. Рас, неше түрлі той көрдік. Әкесі анасымен ажырасып кетіп, туған әкесі қазіргі елін ертіп келеді. Қазіргі анасы қазіргі күйеуін ертіп келеді. Сонда құдамен салыстырғанда 3 әке, 3 ана келген тойда не айтарымызды білмей қысылған тойларымыз да болды. Сол кезде айтамын да, мынау әкең мен анаңның жолын берсін деп айта алмасаң, онда балаңның алдында сүрген өмірің бекер. Мен көп нәрсе айтпай қояйын Нұрғалым. Әкең мен анаңның бақытты сендерге нәсіп етсін. Бақытты болыңыз.